Күз бұл өте тамаша мезгіл. Күз мезгілі адамның көңіл күйі секілді құбылмалы. Бірде жаңбыр жауып жатса, енді бірде күн шайдай ашылып тұрады. Әр мезгілдің өзіне тән қасиеті бар. Бірі жаныңа жылулық сыйласа, бірі қайта туған жауқазындай бүршік атып жатады, ал бірі суығына үйретіп те үлгереді. Сарғайған жапырақтардың тал басында желге шыдас бермей жерге түскен сәті. Көз алдыңда бүкіл әлем қоңырқай түске боялып, бейне бір салып қойған сурет секілді күйге енсе, аспанның шелегі тесіліп қалғандай, әр күн сайын тамшылар тамып, жаңбыр жауса, көңілің құлазып, тұңғиыққа еніп кетсең, біреуді сағынсаң, ол сені де сағынса, шіркін, міне бұл нағыз күз дерсің. Күздің кереметі сағынышқа толы жүректі жұлып алып, әуеде әуелете ән салдырып, көңіліңді күңірентсе де, ішкі жан дүниеңе шынайы бір сезім сыйлайтынында. Күзді сүю, сағынышты аңсау деген сөз. Қаншама ақынның жырына, қаншама жазушының қаламына біткен осынау мезгілдің меңіреу тартып тұрса да, өзіне тата беретіні өзінше бір құдірет. Күз адамзаттың сағыныш айы. Мектепке асыққан оқушының сағынышы, қара жерге асыққан жапырақтың сағынышы, егістіктегі мол жемісіне асыққан бағбанның сағынышы, алыстап кеткен достардың қауышуға деген сағынышы, бойжеткен мен бозбаланың махаббат сағынышы, ақынның қаламына, суретшінің күзгі элегия деген сағынышы. Байқайсыз ба? Бәрі сағыныш. Табиғат ананың көз жасын бұлап көк аспанда жетер. Құстардың саңқылы, тырналардың тырауы, қатарласа ұшқан тізбегі, қызарып атып, қызарып батқан күннің сәулесі, қара аспанның төсінде дөңгелене қалып, нұрын төгіп тұрған ай сағымы, бәрі дерлік бір суретшінің туындысы секілді. Бірақ бұл ешқандай сурет немесе жасандылық емес. Бұл шынайы, қанық түстерге боялған күз мезгілі. Сағынып сарсаң қуып, салыңыз суға кетіп жүрсе, қапа болмаңыз. Қалыпты жағдай. Мезгілдің мезгілінен тыс мазалайтын әдеті жоқ. Күзде жабырқауыңыз сіздің біреуге деген сағынышыңыз. Ал сағыну деген керемет сезім. Аңсауға апарса армандап кететін, үмітке сүйресе үркіме үкілететін сіздің кеуде тұсыңыздағы бір түйір ғана жапырақ тәрізді жүрегіңіз бәріне куә. Күздің күлімдей қарайтын кезі болса, алданыш көріңіз. Ол оның шынайы мінезі емес, бірақ сізге деген сүйіспеншілігі. Әдетте күз айы деп қыркүйек, қазан, қараша айлары есептелінеді. Күзде күн суытып, көлдер мен өзендер тартылып, өсімдіктер қурап, ағаштардың жапырағы түседі. Күн қысқара береді, егін піседі, мал семіреді, жыл құстары тізбектеліп, жылы өлкелерге ауып кете барады. Егер біз күзді ықшам түрде анықтай алсақ, оны айтуға болар еді. Бұл өзгеретін уақыт. Бұл қоршаған ортаның өзгерістері адамдарды уақыттың өтуі мен сағыныш сияқты әртүрлі сезімдерді тудырады. Күздің бір күні қыстың бір айын асырайды деген дұрыс айтылса керек. Күзде ерінбей еңбек етсең, қыста қысылмай өмір сүресің. Жауын-шашынның көбеюі, күннің суытуын, желдің суық ызғарынан күздің келіп қалғанын да бәріміз білеміз. Күзде күннің көзі жиі жылулығын жер бетіне сыйлайды. Сол себептен әр адам күздің ашық күнін пайдаланып астығымызды жинауға кіріседі. Күздің белгілерінің бірі орманның сұлулығынан және көңілсіздігінен байқауға болады. Күз бен көктем бояулары жалғыз күздің өзінде көрініп тұр. Сарғайған жапырақ және қурап үлгермеген шөп күзге әсемдік, сұлулық береді. Ағаштың бейнесінен қуаныштың, қайғының көңіл күйін байқауға болады. Күз мезгілі мерекелермен де керемет. Қоңыр күзді алғашқы күні барша балалар білім күні мерекесін қуанышпен қарсы алады. Бұл мереке барлық буындағы адамдардың жанына ортақ мереке. Сонымен қатар қыркүйек айында тілдер мерекесін
қазан айында қарттар күнін, ұстаздар мерекесін тойлайды. Күздің соңғы кезеңі қараша айына келіп тіреледі. Әркімнің өзі табиғатына сай мезгілі бар. Мезгілдеріңіз мерзімнен бұрын келіп, сізді шаттыққа бөлесін. Ақпарат пайдалы болса, арнама тіркеліп, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.